Кайырлы кеш, армысыздар. Кешки әңгімеде баяндалып жатқан күнә повестін ары қарай жалғастырамыз. Алқисса түнімен жақсы ұйықтай алмаған Думый таңертең қызметке барар кезінде өзінің өңі жүдегенін, көзінің домбығып іскенін, көзінің айналасында қара дақтар пайда болғанын байқады. Әдетте көп жасана бермейтін ол бүгін амалсыз еңлік бұйымдарына сүйенуіне тура келді. Түске дейінгі қызметін әйтеу бірде біліп бірде білмей жүріп өткізген Думый сағат 11-ден 40 минут өткен кезде түскі тамаққа уәделескен Уйгунжының газетхананың қақпасының алдында тосып тұрғанын білді. Өзінің түндегі жағдайын Уйгунжыға білдірмеу үшін тағы да сәл боянып алды да Уйгунжыға кезігуге аттанды. Уйгунжы оның шаршаған жүзін, салыңқы қабағын байқаған болса да, бұрынғы қалжыңбас әуенімен бұрынғыдан да сұлуланып кетіпсің, керемет, деді оны қарсы алған кезде. Уйгунжының жалған мада сылдыраған сөз айтып жатқанын білсе де, Думый іштей қуанып қалды. Кешкі мазасыз ойлардан арылғандай болды. Содан кейін Уйгунжы оған: сен пицца жеуді ұнататыныңды білемін. Қалада жаңадан ашылған керемет пицца пісіретін итальянша ресторан бар екен. Сол ресторанға заказ беріп қойдым. Оның сөзіне Думый езу тартып күлді де: сылдыраған сөзіңді маған бекер босқа сыра беткенше жас қыздарға арнасаңшы, сонда үйленіп кетесің ғой, деді ол да қалжыңдап. Әлгі ресторан жақын жерде екен, олар дереу жетіп барды. Арасында жаңадан ашылған, ішкі безендіруі ортасы жанға жайлы тыныш, Думый ұнататындай ресторан екен. Оқушы кезінде, студент кезінде тамақталғанымен қазір Думый жөнінен алғанда қандай асханаға барудың маңызы азырақ. Уйгунжы әрине оны жақсы тағамға бола шақырмағаны белгілі. Сондықтан айтатын ісі бар шығар деп ойлады Думый. Олар отырып асқа заказ беріп болғаннан кейін Уйгунжы әңгімесін бастады. Кеше мен өзім ақтайтын жауапкер Тензуаға кезігіп қайттым, деді. Осы сөзді айтты да алдында тұрған сусыннан бір ұрттады. Соң Думыйға қадала ұсақ қарады. Думый ыңғайсызданып қалды. Содан кейін: бүгін саған не болған? Маған қараған көзің бір түрлі ғой өзі, деді ренжігендей болып. Дәл осы кезде бұйыртқан тамақ та келді. Уйгунжы оның сұрағына жауап берместен: қане, ыстықтай тамақты алайық, деді. Екеуі пиццаны орталарына алып қарбыта жеді. Ортадағы бір пиццаны негізінен түге айланғаннан кейін барып Уйгунжы қолын аузын сүлгімен сүртті де әңгімесін жалғастырмақ болды. Ал Думый болса қолындағы шанышқы мен пышағын ыңғайлап алдында тұрған пиццаға қарап отырған болды. Іс жүзінде назары Уйгунжыда еді. Уйгунжы: болды, бұрмалап отырмай-ақ төтесінен айтайыншы. Кеше мен жауапкер Тензуаға кезіктім. Оған дело жақын уақытта сотта қаралады. Мен осы хабарды оған ұқтырған кезде не дегенін білесің бе? Ол: мені ақтамақ болғаның рахмет, алайда мені ақтап әуре болмай-ақ қой. Маған тезірек өлім жазасын берсін. Әлгі мені өлтірген жігіттің менің ұлымнан бір қанша жас үлкен, бейуаз университетті енді бітірген бала екенін естіген кезімде өзімді өзім кешіре алмаймын. Маған өлім жазасы ғана лайық, сен әуре болмай-ақ қой, деді. Уйгунжы осы уақиғаны баяндап болып тағы да Думыйға тігіле қарады. Думый оған бұрылып қарады да: осының алдында тілшілікпен барған кезімде маған да солай айтқан болатын. Тезірек өлім жазасын берсеңдер, күнәмнан құтылсам деп еді, деп Уйгунжының сөзін қостады. Уйгунжы сөзін тағы жалғастырды. Алайда мен оған: саған өлім жазасы берілмейді, сені аман алып қаламын. Сенің өлім жазасына кесілмейтінің мұнда тұр. Себебі сенің диалогыңды бас судья болып Тензуа деген адам қарайды. Осыны айттым, деді де Думыйға тігіле қарады. Думый қолындағы шанышқы мен пышағын бір жағына қойды да басын көтеріп қайтадан Уйгунжыға қарады. Уйгунжы сәл тыныстап алды да: мен жауапкер Тензуаға сенің делоңды соттайтын судья, сенімен аты фамилиясы ұқсас болып қана қалмастан сенімен бір ауданнан келген, сенімен бір орта мектептегі оқыған деп айттым, деді. Сонан соң тағы да Думыйға тігіле қарады. Думыйдың қолы дәл осы сәтте сәл дірілдеп барып басылды. Ол кеше түнгі
өзінің күйеуінің қолайсыз жағдайда, ыңғайсыз жағдайда түнімен ұйықтай алмай тыпыршыған бейнесін ойлады. Ол Уйгунжының көзіне қарап тұрып, Уйгунжы бейне шарын дізге түскен жырынды аңшыдай, ал өзі болса сол аңшының тұзағына түскен аңдай сезініп отырды. Сәл тыныстап алған Уйгунжы сөзін тағы жалғастырды. Чэнзуо, яғни мен өзімнің жауапкерімді айтып жатырмын. Жауапкер қылмыскер Чэнзуо менің бұл сөзімді естіген кезде алғашында көзі жарық жұрқ етіп жайнап кетті. Көзінен белгісіз бір ұшқындар мен сәулелер пайда болды. Сәлден кейін көзіндегі ұшқынның бәрі сөнді. Онан соң ары қарай мен не сұрасам да жауап бермей қойды. Осылай деді де Уйгунжы тағы да алдындағы судан бір ұрттады. Уйгунжы Думиға тігіле қарап отырып, бір нәрсені сұрағың келмей ме? Деді. Нені сұрауым керек? Деді Думи. Ештеңе, жай айтқаным ғой. Мына пицца ұнады ма? Ерекше жақсы деп елдің бәрі мақтап жүрген пицца осы, деді сөзді басқа арнаға бұрып. Думи да пиццаны мақтай жөнелді. Осыдан кейін Уйгунжы сөзді басқа арнаға бұрды, тіпті дауыс әуенінде өзгертіп, жай әңгімеге ауысты. Думидан әдетте қандай теле бағдарламаны көресің деп сұрады. Думи көбінде қыз жігіттерді таныстыратын, махаббаттастыратын бағдарламаны көремін, деді. Уйгунжы да сондай бағдарламаны ұнатып көремін деп мадақтағаннан кейін Думи оған әзілдеп, сен барып көрмейсің бе? Сен сияқты атағы Алатаудай адвокат баратын болса, анау саханада тұрған қыздардың бәрі құлап түсер. Сонсоң ең сұлуынан біреуін қалыңдық етіп таңдайсың, деді әзілдеп. Уйгунжы да күліп, қайдам, байдың байбатшаның баласы болмасам, оның үстіне сұлу жігіт болмасам, жасым болса келді, жетіп барсам, бірінші айналымда қыздардың бәрі ұнатпай шырағын өшірер, сонсоң елге күлкі боп қайтармын, деді әзілдеп. Сонсоң тағы да мен көбінде теле сериалдар көремін, сен көресің бе деп сұрады. Думи үндемеп еді. Соңғы кезде көбі Жапонға қарсы соғыс тақырыбындағы телесериалдар болып кетті. Сондықтан мен ертеректегі тарихи сериалдарды жақсы көремін. Жуықтан бері қайта Баучиңтен телесериалын көріп жүрмін. Соның ішінде Баучиңтен әшкерелейтін бір керемет дело бар ғой. Ханзаданы мәлінге айырбастау деген. Соны қайта көрдім. Өте қызықты, деді. Сәл ойланып тұрды да Думиға, соны сен де бір қайталап көрсеңші, өте керемет. Ханзаданың баласын қызғанғандар ұрлап алады да, оның орнына мәлімнің күшігін терісін сойып қызыл шақағы орап қояды. Сонсоң шайтанның баласы деп патша ыза боп, әлгі өзінің кәнизегін өлтіреді. Көрдің бе? Ханзадан айырбастау деген осы емес пе? Осыны көрсең қызыға Баучиңтеннің делоны әшкерлеу барысы да өте керемет, деп Думиға телесериалды таныстыра жөнелді. Думи үндемей қойып еді. Сөзсіз көруің керек, деді. Думи көргенмін деп еді. Тағы да бір көр, қайталап көрсең, тағы да көп нәрсені ойлайсың, деді өлердей жабысып. Сонан соң Думиға қарап отырып, шаршаңқысың ғой, кеше жақсы демала алмадың ба? Жоқ, түннің бір уағына дейін қызмет істедің бе? Деп сұрады. Түнде ұйқым жақсы болған жоқ, деді Думи. Олай болса, қайтайық, ертерек барып демал. Үйіңе қайтасың ба? Жоқ. Қызмет орныңа барасың ба? Деп сұрады. Думи қызмет орнына қайтатынын айтқаннан кейін Уйгунжы оны газетханаға жеткізіп салды. Жолда тосыннан Думидан бір сұрақ сұрады. Сенің күйеуің де 1974 жылы туылған бе еді? Деп сұрады. Оны қайдан білдің? Деді Думи таңырқап. Соттың торап бетінен көрдім. Сонда жазулы тұр ғой, деді Уйгунжы жай ғана. Уйгунжы кетіп қалғаннан кейін Думидің жан дүниесі тыныштық таппады. Бүгінгі түскі аста басқа бір мағына бар сияқты сезіле берді. Кеңсеге келгеннен кейін ең алдымен ойланғаны, неліктен сенің күйеуің де 1974 жылы туылған ба деп сұрайды деген мәселеге ауды. Дегенге қараған кезде басқа бір адам да 74 жылы туылған болып отыр ғой. Кім болуы мүмкін? Уйгунжы әрине өзімен жасты, 74 жылы туылған жоқ. Онда кім? Үстіп ойлана келе, жауапкер, жаймашы, саудагер Чэнзуо
деген ойына сап ете түсті. Содан кейін өзінің тілшілік істеген материалдарын торап бетіндегі материалдарды ақтара бастады. Онда Чэнзуоның туылған жылы бар ма екен деп іздестірді. Осыларды іздеп отырып, ол екінші бір мәліметке қол жеткізді. Чэнзуо 1992 жылы орта мектепті бітіріп, жоғары мектепке өте алмай, өз ауылына қайтып, ағашшылық шеберлік үйренген екен. Сонан кейін өзінің күйеуінің материалын іздестірді. Соттағы торап бет арқылы күйеуінің қысқаша тарихында күйеуі 92 жылы жоғары мектепке қабылданғанын көрді. Екеуі бір ауданда, бір мектепте оқыған, біреуі жоғары мектепке кетеді, біреуі көшпей ауылына қайтады. Қоламталы мәселені тексеретін тілші ретінде ол енді мәселенің ұшығына өз болжаммен жеткендей болды. Оның үстіне бүгін екінші қайта Ханзаданы мәлінге айырбастау деген тарихи әңгімені телесериалда айта берді. Оның ар жағында не жатыр? Мұздай суық күдік Думидің жан жүрегін тітіркендіріп жіберді. Ол үрейленді. Чэнзуо деген бұл ат өте аз кездесетін ат. Оның үстіне бір ауданда, бір ауылда, бір мектепте, бір жылда екеуі де орта мектепті қатар бітіреді. Оның үстіне өзінің күйеуінің осы бір-екі күннен бергі бейнесі оны тіпті күдікке, күмәнға күптете түсті. Екі Чэнзуоның арт жағында, арғы жағында қандай мәселе бар екенін толық білмесе де, енді жаны тыныш таппады. Думи әр нәрсені тез бетпе-бет істеуді ұнататын. Сондықтан мәселенің бар жағдайын өз күйеуінен сұрамақ болды. Онымен шешіліп әңгімелесу керек. Мұндай әңгімені үйде айтуға болмайды деп ойлады. Ұлының көзін шайтса, бәлкім ренжітсе, ұлының көңіліне қаяу түсірері хақ. Олай болса, сыртта кездесу керек. Сонымен ол күйеуі судья Чэнзуоға келтехат жолдады. Қызметтен түскеннен кейін екеуі махаббаттасып жүрген кездегі көп баратын алғаш кездескен әлгі кофеханаға шақырды. Сол жерде кездесейік, әңгімелесейік деп жазды. Олар бұл кофехананы махаббат отауы деп атап кеткен еді. Өзі кішкене болғанымен жылы, жинақы, жайдары, көңілге қуаныш ұялататын. Шағын ғана кішкене айрым бөлмеде екеуі алғаш танысқан еді, алғаш кездескен еді, содан сырласқан еді. Тұңғыш рет Чэнзуоны ол өзі осы жерге шақырған болатын. Ол алғашқы рет кезіккен кезде бұрынырақ келді де алдын ала Blue Mountain кофесінен бұйыртты. Өзі осы кофені ұнататын еді. Чэнзуо болса келгеннен кейін өзінің салмақты сабырлығын көрсеткісі келіп, әлгі кофені кішкене қалақпен, яғни кофені араластыратын қалақпен аз-аздан ұрттаған еді. Сол кезде Думи күлген болатын. Бұлай ішсең болмайды, жұрт күледі деген еді. Иә, кофе ішуді де білмейтін еді Чэнзуо. Ол айтатын, кофе дегеннен көрмен шайды ұнатамын, өмірімде кофе ішіп көргем жоқ. Неге? Тез еритін кофеге қараған кезде нақ майданда даярланатын кофенің қымбат болатындығын біле алмайтын едім деуші еді. Міне сөйткен Чэнзуоны тосып отыр. Кезінде Чэнзуоға күлгенімен, ол осы Чэнзуоның қарапайымдылығын, диқанның баласына тән, қаланың ешқандай тұрмыс әдісін білмейтін момындығын, шынайылығын ұнататын еді. Осылай өткен күндерге ой шалдырып, қуанышты елестің құшағында отырған Думиға Чэнзуо жетіп келді де, жақсы ойларын бөліп жіберді. Чэнзуо, бүгін қандай ерекше күн? Неге бұл жерде кезігуіміз керек? Үйде сөйлессек болмай ма? Деді күдікпен қарап. Ешқандай ерекше күн емес. Қарапайым күндердің бірі, деді Думи. Алайда бүгін ерекше күн болып қалуы да мүмкін. Осылай сөзді нығарлап бір алды да. Көп уақыт болды бұл жерге келмегенімізге. Отырып әңгімелесейік дегенім ғой, деді сөзді жайдарландырып. Судья Чэнзуо сәл қысылды. Өздері отырған айрым бөлмегінің жан-жағына қарады да, көп жыл өтсе де әлі баяғыдай әдемі, жылы екен. Келіп тұрсақ та болады екен әсілі, деп қойды. Алдыға тағы да ең алғаш кезіккендегідей Blue Mountain кофесі келді. Кофені қолына алған Думи бұрттап алды да, менің тік мінезді екенімді білесің. Орағытып отырмаймын, мәселені тік айтамын, деді. Алғашында күліп, әзілдеген болып отырған Чэнзуо оның сұсты жүзін көргеннен кейін жүзіндегі күлкіні жинап алды да, не мәселе болса да айт.
Жарайды, деді жүзін төмен қаратып. Бүгін түсте мен адвокат Уйгунжаға кезігіп, онымен бірге тамақ іштім, деді Думи. Чензуо оның сөзін бөліп жіберді. Одан не тұр екен? Мен ол адвокат жігіт ұнатпағанымен тамақ ішкен, кезіккен қалыпты қарым-қатынас қой, деді тағы да жайдарланып. Думи оның сөзінің аяғына қараған жоқ. Бүгін ол маған бір әңгіме айтып берді. Ханзаданы мәлімнің күшігін айырбастау деген әңгіме айтып берді. Осыны айтты да ол Чензуоның жүзіне қадала қарады. Чензуоның өңі сұрланып сала берді. Солайда ол ішкі толқынысын барынша жасырып, кішкене кезінде естігемін. Баучингтеннің дело әшкерлейтін әңгімесі ғой, деді сөзді бөліп айтып. Думи қадалып қарап отырды да сөзді ары қарай жалғады. Уйгунжы алдыңғы күні Чензуоға кезіккен екен. Сен емес, қылмыскер жауапкер Чензуоға. Ол 1992 жылы орта мектепті бітірген екен. Екеуің бір жылда орта мектепті бітіріпсіңдер. Бір ауданның орта мектебінде оқыпсыңдар. Біреуің университетке көшкен болсаң, біреуің ауылға қайтып ағашшылық өнерін үйреніпсіңдер. Бұл деген сөз сол кезде мектепте немесе бір класста бүкілдей аты жөні фамилиясы ұқсас екі адам бар деген сөз. Екі Чензуо бар деген сөз. Бұл әңгімені естіген кезде судья Чензуоның жүзі барынша төменшіктеп кетті. Ол Думиға тура қарай алмады. Думи сөзін жалғастырды. Алайда жауапкер Чензуо, біздің жылдықта жалғыз мен ғана бармын, бір ғана Чензуо бар, екіншісі жоқ деп айтыпты. Неге бұлай айтылады? Соны өз аузынан естігім келеді. Жа, болды, деді судья Чензуо басын көтеріп. Ары қарай айтпай-ақ қой. Сәл тоқтап тұрды да судья Чензуо бүкіл бар жағдайды басынан аяғына дейін әйелі Думиға айтып берді. Яғни өзінің Чензуоның орнына жоғары мектепке кеткен жағдайын түгел баяндап берді. Бұл іс туралы Думи күмәнданған еді. Алайда ол соңғы нәтиже бұлай болмас екен деп кей үміттенген еді. Күйеуі судья Чензуо басқа бір адамды иландыратын жөнін айтса екен, сылтау айтса екен, басқа бір жағдай болып шықса екен деп қаншалық тіледі деші. Алайда күйеуі оған ең естігісі келмейтін, өзі ең күмәнданған жағдайды ол айтып берді. Сонымен ақиқат, шындық, факт, алып тау сияқты оның алдына орнай қалды. Енді оның алдында осы бір шындықтан туындап жатқан қанша мәселе жатыр. Мәселен, осы уақытқа дейін қаншама жыл ол жалғандықтың, алдаудың ішінде өмір сүрді. Оның сүйген жары, баласының әкесі әсілі Чен фамилиялы емес екен, әсілі Жау фамилиялы екен. Чензуо емес екен, әсілі Жаучың екен. Кезінде ұлы дүниеге келген кезде, ол ұлына Жау деген фамилия қолданам деген кезде, сол кезде Думи қарсы шығып, не болды, неге бұлай болады деп сұраған еді. Сонда Чензуо, мен шешемнің фамилиясын ілестім, әкем жуас момақан, шешем адуын адам, сондықтан шешем әкемнің қосылмағанына қоймай менің фамилиямды өз фамилиясына өзгерткен болатын. Мен сол жуас әкемді, соның құрметіне баламды Жау деген әкем фамилиясына өзгертсем деп түсіндірген еді. Міне сол айтқан істің бәрі жалған, өтірік. Бұл іс туралы Уйгунжы анығына көз жеткізген, немесе оның толық күмәні бар деген сөз. Сондықтан Уйгунжы бүгін оған кезігіп мәселенің шет жағасын шығарып айтып отыр. Олай болса қазіргі ең үлкен мәселе бұл істі қалай шешу керек. Алдыда отырған мына адам өзін алдағанымен, осыншалық жыл жалған бейнемен өзімен бірге өмір сүргенімен, алайда ол оны сүйеді. Бұл ақиқат. Кімде елге айтпайтын, елге білгізгісі келмейтін жасырын тарих жоқ дейсің. Қаншама адамдар сондай өткен өміріндегі тарихын жасырып, жауып, жалғаннан ойдырып өмір сүріп жүр. Соның ішінде өзі де бар емес пе? Чензуо өткенін жасырған болса, бұл да солай істейді ғой. Чензуо атын өзгертті, бұл өзгертпегені болмаса, өткенін жасырды одан. Чензуоға кезігіп махаббаттасардан ілгері ол сүйген еді. Үмітсіз, бағдарсыз махаббат болатын ол. Сүйген адамы, қоғамдық абырой беделі бар, орны бар, семьясы бар адам еді. Ол сол махаббаттан қашу үшін, сол азаптан құтылу үшін шетелге оқуға кеткен болатын. Ал бұл тарихын ол Чензуоға білдіріп көрген жоқ болатын. Өйткені
кезінде ол сүйген сол адам қазір бұрынғыдан да биік мәнсапта, биік қоғамдық абыройда. Оны білдіруінің қажеті жоқ деп ойлаған еді. Енді өзі де талай нәрсені жасырды. Кензо да жасырса не болыпты? Сонда бұны қалай шешу керек? Оның көңілі осындай беймаза сан сұрақтың ортасында қатты толқыды. Жарайды онда, ғылыми мәселені қалай шешу бекіміне келеді, ол туралы ертең жалғасты баяндайтын боламыз. Ертең кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.